Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым, Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз әдеттегідей тағы бір жаңа өрнек үйренетін боламыз. Бұл өрнек өзі бар болғаны 4 қатардан тұрады және 4 көзден. Мінекей. Көрдіңіздер ғой, қандай керемет тамаша, иә? Ал кеттік ендеше осы өрнекті тоқып көрейік. Мен мына жерде 16 көз алдым. Және теріс жағынан уақыт алмайын деп сіздердің бірден тоқып шықтым. Мына жерде 2 оң 4 теріс, 2 оң 4 теріс және 2 оң. Бұл бастапқы өрнегіміздің бір қатары болатын. Ал енді кеттік. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Өрнегіміздің бірінші қатары, бірінші көзді іліп аламыз. Енді бұл мына жерде енді суретте өзі көрініп тұр ғой, иә? 2 теріс 4 оң, 2 теріс 4 оң қылып, осылайынан тоқып шығатын боламыз. Ең соңғысы 2 теріс болады. Мінекей бұл өрнегіміздің бірінші қатары. Мінекей соңғысы 2 теріс. Өрнегіміздің екінші қатары. Екінші қатарда да дәл солай сурет бойынша тоқып шығатын боламыз. 2 оң 4 теріс, 2 оң 4 теріс. Мінекей өрнегіміздің екінші қатарда аяқталды. Ал енді өрнегіміздің үшінші қатары. 2 теріс, 1, 2, 1 оң. Енді мына жерде қараңыздар, мына үшінші мен төртінші көздің екі ортасынан ұзын жіпті тартып аламыз. Сөйтеміз, мынау екінші көз бен үшінші көзді оңынан тоқитын боламыз. Мінекей. Сөйтеміз, мынау іліп алған жаңағы жібімізді осылардың үстінен өткіземіз. Мінекей. Соңғысы 1 оң. 2 теріс. Тағы бір қайталап жіберейік. 1 оң. Үшінші мен төртінші көздің екі ортасынан ұзын жіпті тартып аламыз. Екінші көзді де оң қылып тоқимыз. Үшінші көзді де оң қылып тоқимыз. Сөйтеміз, жаңағы іліп алған жібімізді осылардың үстінен өткіземіз. Мінекей. Соңғысы 1 оң. Ең соңғысы 2 теріс. Осымен өрнегіміздің үшінші қатары аяқталды. Мінекей. Енді төртінші қатар. 2 оң. Енді мына жерде қараңыздар. Мына ортадағы екі жіпті екеуін екі жаққа мына жіптердің орнын ауыстыратын боламыз. Ол үшін әуелі мынау арт жақтан мына ортадағы екінші көзді алып, мына шеткі жіпті босатып алып, бер жағынан іліп аламыз да, екеуін терістен тоқитын боламыз. Мінекей. Келесінде де дәл солай, мынау шеткі жіпті көзді алып, ортадағы жіпті босатып жіберіп, мынау арт жағынан қайттан іліп аламыз да, екеуін терісінен тоқитын боламыз. Мінекей. Сол кезде мынау ортадағы жіптер екеуі екі жаққа қарау керек. 2 оң. Тағы бір қайталап жіберейін. Ортадағы жіпті алып, мынау шеткі жіптің екеуін, екі көзді екеуін орнынан ауыстырып, екеуін терісінен тоқитын боламыз. Келесі екі көзде де дәл солай, әуелгі шеткі жіпті алып, көзді ортадағы жіппен екеуін орнынан ауыстырамыз. Сол кезде ортадағы жіп екі жаққа қарап, екі жақта да тұратын болады. Мінекей өрнегіміздің төртінші қатарда аяқталды. Мінекей көрдіңіздер ғой, ортадағы жіп екеуі екі жаққа қарай ауысты. Мінекей. Осыны қадағалау керек. Әйтпесе кейде қатты тоқып келе жатқан кезде тез
мынау екі көз екеуі де екі жаққа қарай қарау мүмкін. Енді қазір қайттан бірінші қатардан бастап қайттан қайталайсыздар. 2 теріс 4 оң, 2 теріс 4 оң. Ары қарай үшінші қатарда дәл осыны қайталайтын боласыздар. Мінекей. Қандай тамаша, иә? Мінекей, бүгінгі көрсетейін өрнегім осы болатын. Көріңіздер, тоқыңыздар. Бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы.